Астана күні қарсаңында Петропавлда Азия Кредит банкының филиалы ашылды. Азия Кредит банк акционерлік қоғамы 1992 жылы құрылған. Бүгінгі таңда өзіне әмбебап қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті банк қызметтерін көрсететін банктердің бірі ретінде таныстырады. Банк филиалының ашылу салтанатына арнайы солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ерлан Аукенов келді. Для нас прежде всего это еще одна точка. Бұл банктың ашылуы біздің облысымыздың экономикасының дамуына септеседі. Өйткені Азия Кредит банкының қызметтерін пайдаланған кәсіпкерлер енді өзіміздегі банктермен тікелей жұмыс істей алады. Өйткені ол үшін барлық жағдай жасалынған. Азия Кредит банкі филиалының ашылуы қосымша 30 бос жұмыс орнының ашылуына септігін тигізді. Банктың Петропавлдағы филиалы Қазақстан бойынша Азия Кредит банкінің 10-шы филиалы болып отыр. Мы очень хорошо получили входной билет. Это мы профинансировали. Осы уақыт аралығында 2 миллиард теңгеге 9 жобаны қаржыландырдық. Сонымен қатар даму жобасы аясында 4 жобаға қаржы бөлдік. Жалпы облыс бойынша екінші дәрежелі 17 банк бар. Азия Кредит банкі 18-ші банк болып отыр. Көрсеткіштері жаман емес. Былтырғымен салыстырған кездегі кредит қаржы берген саны 3% өсіп отыр. 109 миллиард теңге. Жыл басынан бері банктер 35 миллиард теңге кредит берді. Оның ішінен 2 миллиард мысалы ипотекалық кредит, 12 миллиард халыққа деген сияқты. Қанат Дүйсенбаев Азия Кредит банкі Петропавлдағы филиалының алғашқы клиенттерінің бірі. Аталмыш банктың даму үрдісін үнемі бақылап отырған. Сондықтан осы банктың қызметіне жүгініп отырғанын айтады. Наблюдая за движением в банковской системе. Банктық қызметті бақылай отыра байқағаным, көбіне ақшалай дағдарыс орын алуда. Ал бұл банктың дамуын көріп, болашақтағы қор екеніне сенімдімін. Өйткені олар тек Қазақстанда емес, шетелде де өз филиалдарын ашуда. Азия Кредит банкі акционерлік қоғамы Петропавлдағы филиалының ашылуына орай депозиттер, жеке және заңды тұлғаларға несие беру бойынша акция өткізеді. Банк қызметтерін қолданып, акция қатысушы атануға асығыңыз. Банк филиалы Абай көшесі 65 мекенжайы бойынша орналасқан.